Құбыжық. Ертеде, жапан түзде бір қойшының отбасы тұрады. Қойын бағып, күн көреді. Бір күні түнде, беймезгіл уақытта, үйдің есігін біреу қағады. «Бұл кім-ай?» деп дауыстайды үй иесі. «Қалып үй осы үйде тұра ма?» деп сұрайды сырттан гүр-гүр еткен бір дауыс. Күн күркірегендей қатты дауыс үйдің қабырғасын солқылдатып жіберді. Шошып кеткен үй иесінің тізесі дірілдеп, «Жоқ, қалып үй бұл үйде тұрмайды!» дегенді әрең айтады. Сол-ақ екен, әлгі алып алыстай береді. Сықыр-сықыр еткен аяқ ізі көпке дейін естіліп тұрады. Осы үйдің зерек, көп нәрсеге қызыққыш бір ерекше баласы бар еді. Бірақ оны ерекше бала деп ешкім қадірлеп те жатпайды. Ол әкесімен тілдескен әлгі біреудің кім екенін білгісі келеді. Түзге шыққандай болып, жеңіл шығады да, аяқ ізі әлі де естіліп тұрған алыптың соңынан қуады. Ол аспанмен таласқан, үсті жүн-жүн, беті бож-бож, көрген адам қорыққаннан тілін жұтып қоятындай бір жексұрын пәлекет екен. Иә, адам емес, иә, басқа да емес. Бала сонда да соңынан ере береді. Ол жолда кездескеннің бәрінен «Қалып үйді көрдіңдер ме?» деп сұраумен болады. Бір ғажабы, ол баладан басқа жұртқа басқа кейіпте көріне ме, әлде көрінбей ме? Әйтеуір, ешкім де одан қорықпайды. Ал біздің баланың көзіне бұл құбыжық әр жүрген сайын қорқынышты болып, бойы ірленіп, өсе түскендей көрінеді. Ай жүреді, жыл жүреді. Ақыры қалып үйдің үйін іздеп те табады. Ол бір биік, әппақ, аң-шаңқан үйде тұратын көп балалы адам екен. Мұнау құбыжық өзінің түрінің жексұрын екенін біледі-ау, шамасы осы. Кішкентай баласы көп үйге бірден кіріп бармайды екен. Қалып үйдің оңаша шығуын күтеді. Арада 2-3 күн өткенде қар түсіп, қалып үй тазысын ертіп, аң аулауға шығады. Ауылдан біраз ұзағанда құбыжықты ит те көреді екен. Қылғынып үріп, шабалаңдап, қақалып, шашалады да қалады екен. Қалып үйде батыр екен. Құбыжықты шыбын құрлы көрмегендей кейіп танытып, «Жолымнан былай тұр, іздегенің мен емес!» дейді де кете береді. Құбыжық қапелімде мүләйімсіп, жер шұқып қалады, көп ойланбайды. Келген ісімен кері жүреді. Бала тұратын жалғыз үйдің қасынан да өтеді. Кері жүрген сайын денесі кішірейіп, түрі де өзгере бастайды. Мына ғажайыпқа таң қалған бала соңынан қалмайды. Құбыжық ай жүреді, күн жүреді. Ақыры баланың бойымен бірдей қалыпқа түсті. Сонда артынан қуып жеткен бала құбыжықтан сырын сұрайды. Денесіне қоса даусы да жіңішкереп кеткен екен. Шиқ-шиқ етіп, «Мен о баста бір кісінің аузынан шыққан сөз едім», деді мысықтай боп қалған құбыжық. «Сөз!» деп бала айқайлап жіберді. «Сөз осындай алыпқа айналады ма сонда?» деп бала сенер-сенбесін білмеді. «Иә, сөзіме сенбесең, соңымнан ере бер. Әлі-ақ көзің жетеді», деді. «Неге қалып үйді іздедің?» «Мен қалып үйге қарата айтылған сөз едім. Сондықтан қалып үйді ием деп іздедім. Міне, өзің көргендей қалып үйге тиесілі болмай шықтым. Енді өзімді айтқан адамға барамын. Соны ие етемін», деді құбыжық. Құбыжық барған сайын кішірейіп, бала оның қасында алып көріне бастады. Ақыры құбыжық өз иесін тапты. Иесін көргенде қуанып, еркелей басып, бір жағы
ұзақ сапардан шаршағаннан да көрсетіп, ілбей әлгі адамның аузына кіріп кетті. Сол-ақ екен, анау құбыжықтай гүр-гүр етіп, айналасын қырып жойып, қолына түскенді лақтырып, бір жаман кейіпке енді де кетті. Бала ұзақ қарап тұрмады. Теріс айналды, ай жүріп, күн жүріп, үйіне әрең жетті. Осы уақыт аралығында әке-шешем мені іздеп қартайып та кеткен шығар деп ойлады. Есікті сықыр еткізіп ішке кіргенде әкесі, «Есікті ілуді ұмытпа!» деді. Бала еш өзгермеген әкесіне қарап, аңырайып тұрып қалды. Әдина Әбдібайқызы.